Енді сыбайлас жемқорлық деп айтып жатамыз ғой. Біз балаларды жаңағы тәрбиелеген кезде, ертең үлкен қызметке барған кезде осындай қадамдарға бармауға біз ақыл кеңестерімізді береміз. Нағыз қиындықты көреді, бүкіл сатыны көріп өседі, достықтың не екенін біледі, жеңістің не екенін біледі, жеңілістің не екенін біледі, барлығының ащы тұстарын бәрін өтеді. Ертеңгі осы еліміздің болашағы осы жастардың қолында, сендердің қолында, сондықтан да осы бастан қоғамға дұрыс адам керек деп, сондай бағытта жұмыстар жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Қоғамның дамымайтын бірден бір себебі бұл сыбайлас жемқорлық. Қазіргі таңда өзіңнен баста деген акция бар. Соған байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысқа бәріміз сол жұмыстың жүргізілуіне атсалысайық, өзгертейік, пікірді өзгертейік. Осы сыбайлас жемқорлық барынша азайып, тіптен жоқ болып кеткен жағдайда қоғам дамитыны анық. Соған бәріміз атсалысайық. Біз енді өз кезегімізде жайдарманның жастарын осы бағытта дамуына жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұлардың болашақта оның қажеті жоқ деген көптеген түсіндірмелік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Баршасына сәттілік, амандықта жолыққанша.